Ballar ornumuzdan turamız. Uşkadan dersi boyunca ben psikologa polisiya ayaklarımız. Көңіл күйіңіз қандай балалар? Сабаққа дайындығыңыз қалай? Сабаққа ынталары қалай? Тамаша. Отыра ойында. Енді бүгінгі дақтады бізге қазақ тілі сабағы үй тапсырмасына, үйге берген қандай тапсырма бердім? Үй тапсырмасын тексеріп алайық. Үйге қандай тапсырма бердім? Айта ғой. 34-ші сабақ сызба бойынша шешуін табамыз. Сызба бойынша не істеу? Шешуін табамыз. Нені шешуін табамыз? Жұмбақ? Жұмбақ, иә? Сызба бойынша жасырмасы жұмбақ тауып, шешуін тауып келу. Жақсы. Орындап табармыз? Мақа жақсы. Оқи қой маған. Оқиды маған. Темірлан оқи қой. Қабырғасы тоқ көз, төбесінде зор көз. Не бұл? Шешуі? Кигіз. Жақсы. Енді ол бойынша жаңасы шешу бойынша бізге не деді? Сөйлем бұрақ деген не? Кигіз үй. Кигіз үй деген не білеміз ба? Балдар? Кигіз үй білеміз, е? Сөйлем бұрақ па? Оқи қой. Оқыш. Кигізде қоруға көшіп ыңғайлы. Ал оқыш. Кигіз үй көшіп қонуға ыңғайлы. Кигіз үй көшіп қонуға ыңғайлы. Дұрыс па? Иә, кигіз үй бұрынғы кезде қазақ біз не істегенбіз? Көшіп қонып жүргенбіз. Иә, жаңа мал баққан адамдар жаңағы жайлауға көшкенде кигіз үйді алып көшіп қонып жүрген, өте ыңғайлы. Жақсы, ары қарай келесі. Балалар, қазір түрмедегі сөздерді оқиыз. Көз бала ата-ана. Көз бала ата-ана. Жақсы, ал не айтқаныңдар? Сұрақ қойыңыз. Сұрақ қойып. Бала. Ал бұл қай составының сұрақтары? Ал іскер. Қандай сөз? Неден жасалып тұр? Ал оны туынды. Неден жасалып тұр? Түбірмен? Жақсы. Бала ол түбір? Түбір сөз. Жақсы. Ендеше не деп ойлаймыз? Іскер ол туынды затесін. Іскер ол туынды затесін? Бала? Негізгі затесін. Жақсы. Ендеше бүгінгі сабағымыз бүгінгі сабағымыздың мақсаты, сабағымыз бүгінгі негізгі және туынды затесін мақсаты мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырамыз және жауап береміз. Негізгі туынды затесіндерді анықтайтын боламыз. Жақсы, ендеше барлығымыз кітаптарымызды ашайық. 75-ші сабақ. Ашып қаламыз. Жақсы, 75-ші сабақ. Өнерлі бала мәтінді оқимыз. Өнерлі бала. Кәнекей, оқиды маған оқысыш, кім аяғын оқиды, дауысын шығарып тұр оқыш. Өнерлі бала. Көсер ағасына еріп жақын ағайындарына қонаққа келді. Бұл үйде Берлин деген бала мен оның қарындасы Гүлжан бар екен. Үш баласы бала үлкендерге араласпай бөлек бөлмеде ойнады. Берлин мен Гүлжан барлық топанықтарын жайып салды. Олардың ішінен өсерге зымыран ойыншығы қатты ұнады. Әлден уақытта өсерді анасы шақырды. Ол отырып шай іше бастағаннан сол еді баж етіп жылаған Гүлжанның даусы естілді. Ілге жылы ол ботадай болды жылап кірді. Қолына сынған ойыншығын ұстап алыпты. Не болып қалды? Бекжан мынаны сындырып тастады. Гүлжан деді. Осы кезде орнынан тұрған өсер жүр, өзіміз жөндеп көрейік. Әлден уақытта қонақ бөлмеге Гүлжан кіріп келдім. Әке, ана, міне, жүреді деді. Өсер жөндеді деді. Енді ғана батылдана есіп, алдына келіп тұрған бүлдіргіш Бекжан, жарайсың балақай, өнерлі екенсің деп мақтай бастады бәрін. Өнерлі өрге жүзеді, дейді халық. Өнерлі өрге жүзеді, дейді халық. Жақсы. Не туралы болмады? Өнерлі бала. Жақсы, өнерлі бала. Кімдер бар екен?
kimdegi? Бекжан, Өсер. Жақсы. Олар қайда келді? Кімдер олар? Бала? Өсер қайда келді? Кіммен келді? Кімнің үйіне келді? Ағайындарына келді. Ағайындарына қонаққа келді. Жақсы. Ол үйде қандай балалар, кім деген балалар бар екен? Жақсы. Енді мәтін мазмұны бойынша төмендегі ақпараттың дұрыс бұрыстығын анықта деді бізге. Жақсы. Ол үшін сендерге қазір алдарына қағаз таратамын. Жаңағы осы бойынша оқып шығамыз. Көзбен бір жүгіртіп оқып шығайық. Астындағы дұрыс бұрыстығы. Тез. Болды ба? Жақсы. Енді мәтін мазмұны бойынша төмендегі ақпараттың дұрыс бұрыстығын анықта дейсіздер. Алдарыңызда жаңағы сіздердің алдарыңызда не жатыр? Қағаз қараңыз, иә? Жақсы. Енді дұрыс бұрыстығын анықтау үшін мына жерде әркім өзінің тапсырмасын орындайды. Мына жерде жаңа дискриптор бар. Ақпараттың дұрыс бұрыстығын анықтау үшін сіздер 1 балл. Мәтін кейіпкерлерінің әрекетіне көзқарастарыңды білдіресіздер, оған 1 балл. Жақсы, бірінші орындаймыз, сосын көршілерімізбен, ескеміз, жүргізімізбен тексереміз. Дұрыс болса не қоямыз? Дұрыс болса дұрыстығын, дұрыс болмаса болсақ бір-бірімізбен ауысамыз. Тексертейік көршімізге. Өсер анасымен бірге қонаққа келді. Бекжан Гүлжанмен қосылып кітап оқыды. Гүлжан даусын шығармай жылады. Зымыран ойыншығы Өсерге ұнады. Өсер ойыншықты желім ермек сазының көмегімен желімдеді. Өсерді өнерлі бала екенсің деп мақтады. Болғанымыз аттарын жазып қойылған одасына, әкім өзінің тапсырмасына. Атын жазып қойылған тапсырмасына. Болып бағалар? Атын жазамыз, партаның шетіне қойып қояды. Болса. Жазайды? Болып па? Ал. Болсақ тексерейік. Біріміздің тексеріп бағалар? Көршіміздің тексеріп қояды. Жақсы. Ал тексерсек енді сол бойынша жұмсада қанекей Өсер анасымен бірге қонаққа келді. Дұрыс па балалар? Бекжан Гүлжанмен қосылып кітап оқыды. Жоқ. Дұрыс емес. Гүлжан дауысын шығармай жылады. Жоқ. Зымыран ойыншығы Өсерге ұнады. Өсер ойыншықты желім ермек сазының көмегімен жөндеді. Жоқ. Өсерді өнерлі бала екенсің деп мақтады. Жақсы. Астына дұрыс болса бәріміз балық болып қоямыз, неше бал екен. Жақсы. Болсақ, қағазы партаның шетіне қояйық. Партаның шетіне қоямыз. Келесі. Партаның шетіне қоямыз. Ал келесі. Мәтін кейіпкерлерінің әрекетіне өз көзқарасыңды білдірсін. Мәтін кейіпкерлеріміз өз көзқарасын білдіреді. Өз көзқарасын білдіреді. Мәтін кейіпкерлері кімдер, балалар? Бірден айтыңызшы балалар. Бекжан, Гүлжан, Өсер. Жақсы. Өсер қандай болады білеміз? Өз көзқарасын қайда қойды? Өнерлі бала. Дұрыс айтты. Тағы да не болса? Өнерлі. Өсер ақылды. Ақылды бала, жақсы.
Бекжанның бүлдіргіші ел. Бүлдіргіш, да? Бүлдіргіш, аха. Бекжан бұзық бала. Бекжан бұзық бала. Неге бұзық деп ойлаймыз? Сондықтан жақсы. Ал Гүлжан? Гүлжан не деп ойлаймыз? Гүлжан бітті. Гүлжан бітті қызы, Гүлжан еркебіз. Гүлжан еркебіз. Тамаша. Жақсы. Ары қарай. Ендеше, не дейді? Келесі тапсырма. Әр қатарда берілген бес сөздің қайсысы артық, соны табамыз. Мен ол үшін сіздерге жаңа әрбір топ жұмыс жасаймыз. Артқа қарай. Оқимыз. Артқа қарай. Екінші қасына алардың қасына келіп. Мына жерге артқа қарай. Оқимыз қайсысы артық? Неге артық? Әр қатардағы сөздерді оқимыз. Қайсысы артық? Неге артық? Қайсысы артық? Неге деген? Мына жерде артық жоқ па? 10 бөлме, бүлдіргіш, балақай, халық. Қайсысы артық? Қай сөз артық? Ана, неге? Өйткені ана бірге ойнамады. Дұрыс айтады. Өсе Гүлжан, олар тымыр ойшықпен. Жоқ, және нағаш дейміз. Бұл жердегі кімдерге байланысты? Ағайындар, үлкендер, қонақтар, мұжықтар, барлығы мәтінге байланысты. Жас кәрімден жерге. Ауызша айтамыз ба? Нағаш сөзі артық. Болды ма? Болса бір береміз, е? Бірінші қандай бір штоп болды, екінші штоп болды, үшінші штоп. Болды па? Болды. Болды па үшінші штоп? Болды да? Жақсы. Ал бірінші штоп оқи қойыңдар. Бірінші. Үсен, Гүлжан, Бекжан, Зымыран, Ана. Бұл сөздерде қайсысы артық? Орнымыздан тұрып айтайық. Ана. Неге ана сөз артық? Айда ғой. Есін айтамыш? Ана неге? Анасы балалармен? Тамаша. Дұрыс па балалар? Келесі екінші топ. Қандай оқи ғой? Кім оқиды? Ильяс оқи ғой? Бұл жерде қайсы артық? Қай сөз артық? Нағашы. Неге? Өйткені нағашы матының ішінде жоқ. Нағашы мәтіннің ішінде жоқ, оныңға нағашы келген жоқ. Солай ма? Нағашы. Үшінші топ. Оқи ғой. Оқиды ақтан оқи ғой шыққанда ермек оқи ғой. Өйткені бұл жерде балаларға арнау сонды. Қандай сөздер? Қай сөз артық? Ойыншық, бөлме, бүлдіргіш, балақай, халық. Қай сөз артық? Халық. Неге? Өйткені бұл жерде балаларға арнау сонды. Қалай олай? Түсінбедім. Өйткені бұл жерде балаларға арналған заттарда солай ойыншық, бөлме, бүлдіргіш, балақай, халық. Халық бұл жерде мәтіннің ішінде бұл балаларға арналған бұл жерде жоқ. Жақсы, тамаша. Қол өмірсіз, жақсы. Бәрімізді жаңа беріп ой, тез. Қырдан жетсен. Қаны. Жақсы, сонымен ендеше мәтін не туралы болды? Мәтін? Жақсы, аңғырай, келесі мәтінге келесі шартуға қарайықтарыңыз. 36-шы жас 36-шы шартуға. Ауызша қалайық балалар? 36-шы шартуға. Суретке әрізер солайық. Жаңы бәріміз қарайық. Бұл суретте не көрсіңіз? Құран бүркіт сосын? Аңшы сосын? Сосын тазы ей. Жақсы. Енді бұл жерде берілген суретші Ағымсалы Зүлханның аңшылық атты суретін көріп тұрған екенбіз. Жақсы. Енді сурет несімен сендерге айтады, суретті көріп тұрмыз. Аңшыны дедіңдер. Итті көрдік, е? Қандай итті? Неге тазы ит? Ол қасында жүр аңшыны. Аңшылыққа арналған ит,
иә білеміз иә жаңа жеті қазынаның айтқан кезде біз айтқан болатынбыз иә тазы ит туралы білеміз ба жақсы бүркіт тамаша қатты биікке ұшар жақсы тез тауда иә тауға жаңағы ұясын тауға салады дегеніміз иә жұмыртқасын жақсы ең биік тауға тамаша ары ет шекеті не дейді сурет несімен қызықты дейді сурет несімен бәрі суретте қатты жүгіреді солай ма сонысымен қызық басаған жақсы ал айта ғой тағы да сурет несімен қызықты дейді маған сурет аңшылығымен қызық аңшылығымен жақсы иә жақсы тағы да маған аңшылығымен және табиғаттың сұлу көрінісімен қызықты табиғаттың сұлу көрінісімен өте тамаша табиғаттың қандай сұлу көрінісі иә жазық дала жақсы енді суретті көріп қандай сезімде болдыңыз қандай сезімде болды таңғаларлық да неге таңғалып отырмыз өйткені бір қазір қалай аң аулаған аңшылықпен айналысқан солай ма түзден аулаған не аулаған жақсы жақсы енді сурет бойынша қысқа мәтін құрастырып оны айтуға дайындал ал не деп ойлайсың жаңа өзің айтып отырсыңдар ғой айта ғой аңшы аң аулауға кетті аңшы аң аулауға тас етін алды бүркітті алды онда түлкі ұстауға кетті аң аулауға шықты дейді жақсы тағы кім айтады айта ғой аңшылық бұрыннан келе жатқан дәстүр аңшылық бұрыннан келе жатқан дәстүр тамаша адамдар аңшылар аңға шыққан кезде бүркіті мен тазы иттерін алып шығады аң аулауға шыққан дала жазық дала тамаша қыратым жаңағы тымыраған саған имранға аянат бекзат жаңағы аялым тамаша ары қарай енді құрастырған мәтінді бізге жазды иә жақсы ол үшін бәріміз дәптерге қашайық дәптерімізді алайық дәптерді ашқан бүгінгі күн жазамыз қаңтардың 28-сі тапшырманың астынан жақсы жаңағы имран жаңағы мәтінді жазамыз тақтаға айта бірінші айтшы аңшылық бұрыннан келе жатқан салт дәстүр жақсы тамаша жазамыз ал бәріміз жазамыз әдемі көркем қатесіз басымызды көтеріңіз жазамыз
келесі сөйлем кім айтады? Кім айтады? Айтады. Аңды түзден аулаған. Аңды түзден аулаған. Тамаша өзі келе ғой шығармай жаза ғой. Аңды түзден аулаған. Аңды түзден аулаған. Тамаша, отыра ғой. Ал, келесі ақырда тағы бір сөйлем құрайықшы. Тағы бір сөйлем, қане. Кім құрайды? Кім айтады? Кім бұл дейсіз? Ал, Ильяс ба? Айта ғой. Ал, Темірлан. Не деп ойлайды? Не деп не істесек? Тағы да. Алай оғым айта ғой. Шығу қажет пе? Жақсы келе ғой жаза ғой. Шығу қажет. Жаза ғой. Аңғаш, аңшы ма? Жазып отырыңыз балдар. Құранда. Жақсы. Тамаша. Болса қандай келеріңізді жауаптардан шешініп қоя тұрайық. Ары қарай. Тәттен бәріміз қолымыздан тұрып істер болайық. Дәптеріңізді алып тақтағай. 37 шарт бұл. Өшір өлеңді, өлеңнің қатесін түзеп жазды. Бәріміз қолымызды қояйықшы. Мен оқимын. Бірақ өздерің табасыңдар. Шалды қайрап, қаймақпен, шұбат іштім қайрақпен. Шортан ауа шарбақпен, шөп қоршадым қармақпен. Бұл не, бала? Өтірік? Өтірік өлең. Бұл өтірік өлеңде жаңағыдай білеміз ғой, ішіндегі қандай сөздер бар? Шалды қайрап, қаймақпен. Қаймақ деген не болады? Қаймақ. Жақсы. Шұбат іштім қайрақпен. Шұбат болып түйенің үстінен жасалады, шұбат. Жақсы. Ал қайрақ деген не бұл?
сөз жатқанда не істейді жаңағыда не істейді солай ма соны қайдамыз солай ма жақсы шортан аулап шарбақпен шортан ол не шарбақпен шарбақ деген соны шарбақ не ол шарбақ жаңағы шөпті қоршайды наңайды қоршайды деп шарбаққа жақсы шөп қоршадым қармақпен шөп ол жаңағы мал жейтін шөп иә жаңағы жер дейді жақсы ал қармақ не істейді ол ал бұл жерде бұл өтірік өлең болып тұр енді осы өтірік өлеңнің қатесін түзеп жаз ал жақсы әркім өз бетімен жұмыс жасаймыз 37-ші жақты бұл контакттерді көшіріп жазамыз көшіріп жазғанда қатесін түзеп жазамыз өтірік өлеңін 37-ші жақ болады жаңағы тасыма бойынша қатесі жазу керек жазып болсақ өтірік өлеңнің қатесін түзеп жазсақ неше бір балл қасына қойып қоямыз иә балалар есеп болып па болып па жақсы кім маған оқиды кім жас мен оқишы оқи ғой жазғанды шарбақпен жақсы дұрыс па балалар бәріңіз осылай ма жақсы тамаша ары қарай дәптерді партаның шетіне қоя қойыңдар балалар дәптерді партаның шетіне қой тамаша жақсы ясмин аға келесі ауызша жұмыс жасайық қане бәріміз кітапқа қарайық сызба суретпен тірек сөздерді пайдаланып мәтін құрап айтып кәнекей өздерің қарап шығыңдаршы өздеріңмен жүріп шығыңдар қандай сөздер тұр көзбен қарадық па жақсы қандай сөздер тұр өнерлі билейді ән салады ою оян ойын жақсы енді осы сөздерді пайдаланып дейді сызбадағы суретпен тірек сөздерді пайдаланып мәтін құрап айт дейді ал кәнекей кім айтады мына жерде кімді көріп тұрмыз балалар қыз баланы көріп тұрмыз тағы да оюды көріп тұрмыз иә жақсы ал суретпен жақсы ендеше кім қаны қырау айтады қыздың аты болады жақсы қыздың атын Айша деп қояйық жақсы ал Айша деп қояйық жақсы Айша өте өнерлі қыз бала дұрыс айтады Айша өте өнерлі қыз ба солай тамаша дұрыс па балалар жақсы ары қарай келесі отыра ғой ал билейтін қыз қыз деген жақсы өте тамаша көбірек кітап оқыса Айша ән салады иә тамаша жақсы отыра ғой ал тақымен айта ғой Айша ойы оя Айша өнерлі қыз жақсы Айша өте үздік оқиды тамаша өте тамаша отыра ғой Айша биші дейді жаңа биді айттық иә балалар иә жаңа Айша биші өте тамаша жақсы болды Айша өте тамаша биші жақсы алдарға жаңағы кім айтты келесі месіндегі балалар кітапты қатаң шетіне қоя тұрыңдар месіндегі мынандай тапсырма жұмыс берілмек тұр сонымен
Sonra bizim бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не еді балалар? Негізгі және жақсы. Ендеше қазір топ-топқа есебге тапсырма беремін. Сол бойынша жұмыс жасай қосайыз. Артына қарай ғой. Артына қарай ғой. Беретін жерге ғой. Бұл жерде бірінші топта оқи ғой. Бірінші топта не дейді? Olmazdı. Sizге туынды, сіздерге негізгі жақсы. Үшінші топ. Негізгі записінде, туынды записінде айналдырып жаз деді. Сіздерге мына жерге туынды записінде не керек? Айналдыру. Қосымша. Жақсы. Дәптер негізі қайтып? Енді тақырып істесін. Жиһаз. Хотел. Дәле жасаңыз. Бірінші топ. Оқи қойыңдар. Қандасын оқиға сол? Біреу ғана оқиын, біреу оқимыз. Ясмин оқи қой. Жақсы. Туын записін. Ұяшық. Сен бала қалғанын сесіп отырамыз. Ұяшық. Дұрыс па балар? Күйші. Жыршы. Болды. Балар ұяшық. Kuyuşı, zırşı dedi. Hayır, ben de mesela. Kuyuşı dostluk. Dostluk. Hayır, çok. Tuğunu zaten dostluk mu? Жақсы. Жақсы. Bu жерде ne kaldı? Bizde dostluk şu. Dostluk. Başka ne çok olalar? Ya. Avrupa. Жақсы. Жақсы. Ал келесі екінші. Қарапана сапсырмалар бере. Аурухана, достық, жыршы, күйші, ұяшық екен. Жақсы, екінші ол. Оқи ғой. Ай, дәптер. Ай. Ай, дәптер. Түлкі, жиһаз. Түлкі, жиһаз. Дәптер. Талап. Талап. Дұрыс па балалар? Дұрыс па балалар? Екінші қалғаныңыз. Дұрыс па? Жақсы. Қолдап өткен саны. Екінші сағат алып болмасын. Үшінші қатар. Үшінші топ. Түреді оқимызға, ха? Тамаша. Барықтарыңызға. Оқу оқушы. Тексеріп отырамыз балалар. Dost dostluk. Tau tavşı. Tau tavşı. Bulama mı? Tau tavşı bulama. Ay tavuk. Tavlar bulama. Tau. Tavşan. Yok. Ada mana? Tahu? Jaksa apa yang kelisi? Susun. Dapana. Jaksa. Dapana. Tamasha. Jaksa. Dürüst mü olan? Dürüst mü? Tamasha. Verdi size bana. Bu ürün sana vermiyor. Жақсы, жаңағы тау деген сөзге қанеки қайдалып келші, тау деген сөзге. Тау? Жақсы, өздері тауып алды. Тау қолын, тау жаңағы бейт тау. Тау ол жану. Жануар болып кетті. Жақсы, қос тау. Жақсы, қанеки бәріміз қатан шетіне қоя қой. Қатан шетіне қоя қойды.
Бүгінгі сабағымызды орындау үшін мен мынадай тапсырма беремін, сіз ондай ой хаттарын жазып маған тапсыра қоясыңдар. Барлығымызды керек. Орындап жүрміз, олармыз. Жақсы. Сәйкесін белгілейміз. Кестемен қараймыз, кесте балдар. Аты жөндерін жазамыз. Сәйкесін белгіле. Негізгі затесінің қасына негізгі ұсыныс қоямыз, туындық болса туындыға қоямыз. Сөздерді оқып шығамыз. Сендердің алдарында тұр, бәрі. Аты жөндерін жазамыз. Аңғаса, бермей оқып жүрші. Орнын туындық затесін дейді, дұрыс қой? Саяхат, негізгі затесі, кітапханашы, туындық затесі, оқу, негізгі затесі, ғарышкер, туындық затесі, балта, негізгі затесі, жылқы, туындық затесі, сиқыршы, туындық затесі, қуыршақ, негізгі затесі. Негізгі затесін. Жақсы. Бәріміз қойып, жақсы. Бартан шетінен қой, маған жинап береміз. Болса, әдебиетіміз болса, қатемізді түзетеміз. Жақсы. Жақсы, сонымен. Бүгін қандай тапсырма? Бүгін сабақсында ұнады ма? Ұнады. Қандай тапсырмалар орындадық? Жақсы. Қиындық туған бар ма тапсырмалар? Жоқ, жақсы. Мақсатымызға жеттік деп ойлаймыз ба? Жақсы, ендеше барлығымыз қазір кері байланыс жасай қояйық. Кері байланыс жасамақта бірінші тапсырма алайық. Ол соңғы шартты ол пирамидадағы цифрларды нақыл сөз шығатындай етіп, рет-ретімен орналастырып жазамыз. Бұл жерден нақыл сөз шығу керек. Үйге тапсырма, белгілеп аламыз. Бәріміз күндегі ашып белгілеп аламыз. 39 шарт деген. Жақсы, кітапты бартан шетіне қоямыз, бұрзақ болғанымыз. Жақсы. Енді бүгінгі сабақ сендерге ұнаса, жаңағыдай бүгінгі сабақтан алған ларың бойынша жаңа кері байланыс жасаймыз. Қарындаштарын ала қойыңдар. Егер саған сабақ ұнаса және тапсырманың барлығы сәтті орындаған болса, желкенді жасыл түспен бояймыз. Егер де саған сабақта белгілі бір қиындықтар кездескен болса, желкенді сары түске бояймыз. Ал егер саған сабақ барысында тапсырмаларды орындау қиын болып, мұғалімнің көмегін қажет болса, желкенді қызыл түспен бояймыз. Түсінді ме? Тапсырма жақсы. Желкенді білеміз ғой, жақсы, желкен міне. Бояймыз, сен сосын маған әкеле қойыңдар. Боядық па? Желкен бояймыз. Қарындашың балалар. Болғандарымыз тәжірибеге алып келе қойыңдар маған. Құлағыңызға келе қойыңдар. Бір-бірлік келейік, жақсы. Ілиясыға барлығы түсінікті болды. Жақсы, түсінікті тамаша. Ескендігі барлығы түсінікті жақсы.
Кіммен? Бәрі жақсы түсінікті. Жасминада қай жерде қиналдыңыз? Топтық жұмыста қиналдым дейді. Жақсы, тамаша, ары қарай. Бәрі түсінікті. Темірлан, қай жерде қиналдыңыз? Аңшық туралы мәтін тұрғанда ма? Айтуда. Жақсы, аңшық туралы қиналдым. Жақсы, ары қарай. Ясмина, тамаша, бәрі түсінікті болды дейді. Бәрі түсінікті болды дейді. Отыра қойыңдар, отырыңдар. Тахмина, бәрі түсінікті болды дейді. Ермек, бәрі түсінікті болды дейді. Мына жерде Бекзат, неге сары түспен қоядыңыз? От жетінші аптада қиналдым дейді. От жетінші апта не еді? Бізде? Өтір көлемде қиналдыңыз ба? Қиналдым, иә? Құрманда ма солай ма? Тапқаны. Жақсы, тамаша, отыра қой. Жақсы. Алдымызда жаңа сіздерге не тараттым? Фишка таратқан болатын, иә? Кәнекей сонда кім нешеу алды? Санай ғой. Жақсы. Жақсы, тамаша. Сізде екеу. Сізде екеу. Сізде үшеу. Сізде үшеу. Екеу. Үшеу. Жақсы. Екеу. Сізде екеу. Жақсы, тамаша. Жақсы. Бүгінгі сабаққа жақсы өте тамаша қатысқан Аяулым, Аянат, Ясмина, Темірлан, Ескендір, кешіріңіз. Бекзат, Айым, Арлан жақсы қатысып отырды. Имран өте тамаша құраған, жөнінден өте тіл байланыс, өте тамаша. Ермек, Темірлан, Ильяс. Жақсы, сабаққа бұдан да келесі жолы бұдан да жақсы қатысуға олар тырысайық. Жақсы, сабақ аяқталды. Қоңырауға шығып